بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Әліпби, Құран сабақтары. Ассаламу алейкум, қадірменді көрермендер. Мінеки өздеріңізбен әліпби айдары. Біз бүгін сіздермен араб тіліндегі қысқа дауыстыларды үйренетін боламыз. Олай болса, араб тілінде 3 түрлі қысқа дауысты бар. Біріншісі фатха деп аталады. Фатха дегеніміз, яғни әріптің үстінде бір сызық тұрса, осы сызық бізде фатха деп аталады. Бұл сызық араб тіліндегі өзінің астында тұрған әріптің жуан жіңішке болуына байланысты. Жіңішке әріптің астында тұрса, ә болып оқылады. Ал жуан әріптің астында тұрса, а немесе о болып оқылады. Келесі біздің үйренетін қысқа дауыстымыз ол кәсіра деп аталады. Әріптің астына бір сызықша қойылса, осы сызықша бізде кәсіра деп аталады. Бұл кәсірада фатха сияқты өзінің үстіндегі әріптің жуан жіңішке болуына байланысты. Егерде жіңішке әріптің астына келетін болса, жай ғана и. Ал жуан әріптің астына келетін болса, ой дыбысын береді. Келесі үйренетін қысқа дауыстымыз дамма деп аталады. Әріптің үстіне бір өтір қойылса, осы өтіріміз дамма деп аталады. Бұл дамма әріптің үстіне келген кезде жіңішке әріп болсын, жуан әріп болсын, у дыбысын береді. Енді осы қысқа дауыстыларды оқып көрейік. Бә, би, бу. Машалла, көрдіңіздер ме? Енді осы қысқа дауыстыларды жуан әріптердің үстінде қойып көрейік. Мысалға, то әріпі. То әріпінің үстінде фатха, то болады. Ал то әріпінің астындағы кәсірі тый болады. Ал то әріпінің үстіндегі бір өтір ту болады. Көрдіңіздер ме? Міне. Бә, то, би, той, бу, ту. Осымен ардақты ағайын, біздің бүгінгі әліпби айдары өз мәресіне келіп жетті. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. ورتل القرآن ترتيلا.